Сәлеметсіздер ме? Жаңа тұжырымда салықтық есептілік нысандары айтарлықтай қысқартылды. Қолданыстағы 30 нысанның 12-сі, яғни 30% жойылды. Олардың бір бөлігі басқа декларацияларға біріктіріліп, кейбір нысандар қолданыстағы декларацияға қосымша ретінде ұсынылады. Салықтық тіркеуден өткеннен кейін салық төлеуші немесе салық агенті веб-қосымшада өзі ұсынуға міндетті салық есептілігі нысандарын белгілейді. Кейіннен қызмет түрлері өзгеріп, басқа нысандары тапсыру қажеттілігі туындаған жағдайда өзгерістерді де веб-қосымша арқылы енгізіледі. Және бұл есептілікті тапсырмаудың белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін жасалуы тиіс. Маңызды жайт, егер салық төлеуші декларацияны уақытында тапсырмаса, жүйе оны автоматты түрде нөлдік көрсеткіштігі бар декларация ретінде қабылдайды. Бұл жағдайда салық төлеуші тиісті кезең үшін қосымша есептілікті тапсыра алады. Алайда декларацияны тапсыру мерзімін ұзарту көзделмеген. Сондай-ақ салықтық есептілікті қайтарып алу мүмкіндігі алынып тасталды. Барлық түзетулер тек қосымша декларацияларды тапсыру арқылы жүзеге асырылады. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.